Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Әдеттегідей біз ипотека және оған қалай қатысуға болады, қалай алуға болады, пайдалы лайфхактар мен кеңестер сериясын жалғастырамыз. Осының алдындағы видеода мен сіздерге баспана хит ипотекалық бағдарламасының барлық қыр-сырын жіктеп, оның өте бір пайдалы тұстарын ашып көрсеткен болатынмын. Сіздермен бірге біз баспана хит бағдарламасының бүкіл тізбегінен өтіп шықтық, қалай алуға болатын. Ал енді осы жолы осы баспана хит бағдарламасының жаңа бір керемет функциясы төңірегінде әңгіме қозғағым келеді. Бірақ ол үшін біздің арнамызға жазылыңыздар. Жаңа видео келіп түскенде жіберіп алмайтындай қоңыраушаны басыңыздар, лайк басыңыздар және астына міндетті түрде өздеріңіздің комментарийлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Өйткені біз оларға міндетті түрде жауап беріп, сіздің барлық пікірлеріңізге, сұрақтарыңызға, өтініштеріңізге және басқа да бір ойларыңызға біз міндетті түрде тіл қатып, оған жауап беріп отыратын боламыз. Ал енді бастаймыз ба достар? Әрине бастаймыз. Сонымен өздеріңіз оқып тұрсыздар, үлескерлік құрылыс. Бұны мен не үшін сіздерге әңгімелегім келіп тұр? Өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстанда енді үлескерлік құрылыс 2000 жылдан бері бастап жақсы дами бастады. Жалпы үлескерлік құрылыс дегеніміз не? Ол құрылыс компаниясы құрылыс жобасын, тұрғын үй құрылысының жобасын бастап, адамдардан, және ол өзіне үлескер деп аталады, пайщик дейді, жаңа пай сияқты адамдар өздерінің ақшасын жинап береді де, сол қаржыға құрылыс компаниясы азаматтарға өздерінің пайщиктеріне және үлескерлеріне үй салып береді. Бізде бұл механизм былайша айтқанда өте қарқынды жүрді де, бірақ оның көптеген тәуекелдері ескерілген жоқ. Соның салдарынан кезінде Қазақстанда көптеген алданып қалған үлескерлер тобы пайда болды. Оны жүзеге енді болдырмас үшін мемлекет жаңа механизм ойлап тауып, тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қорын құрды. Енді қор өзіне сенімді жұмысын атқарылатын құрылыс компанияларына осындай кепілдіктер беріп, демек мемлекет осы құрылысын салынып, азаматтарға берілетін жөнде арнайы өз атынан кепілдік беріп отыратын болады. Бұның барлығы не үшін айтып отырмын? Енді баспана хит бағдарламасында үлескерлік құрылыспен салынып жатқан, демек әлі құрылысы бітпеген, құрылысы жүріп жатқан пәтерді ипотекаға сатып алуға болады. Ұлттық банк баспана хит ипотекалық бағдарламасының шарттарда өзгеріс енгізді, осындай функцияны ішіне кіргізді. Бұл біздің азаматтарымызға деген, былайша айтқанда, үлкен жаңалық, үлкен сыйлық. Себебі 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы болсын, баспана хит ипотекалық бағдарламасы болсын, басталып жұмыс істей бастағанда көптеген азаматтар жаңағы құрылысы бітпеген үйді қалай алуға болады, оларды жаңағы құрылыс компаниясымен бірге түрлі механизм, айла шарғыға барып, оны алдын ала брондап, немесе брон емес үлескерлік жасап қойып, ол үлескерлік туралы келісімшартты кейін бұзып, артынан сатып алу, сату келісімшартын жасасып, сондай көптеген бір былай қарасқан заңға қайшы келетін механизмдерді қолданып жүрген. Сондықтан қазірдің үлескерлік құрылысы, тұрғын үй құрылысы кепілдендіру қоры арқылы кепілдендіріліп заңды жолға түскеннен кейін, және олардың үлескерлік туралы арнайы заң қабылданғаннан кейін баспана хит бағдарламасына үлескерлік құрылысты енгізу туралы шешім қабылдады. Демек, сіз енді құрылысы басталған үйді екі жағдайда баспана хит бағдарламасы арқылы сатып аласыз. Егер ол тұрғын үй құрылысының кепілдендіру қорының кепіл қағазына ие болатын болса, демек кепілі бар болса, мұндай жағдайда сіз оны ипотекаға ала аласыз баспана хит бағдарламасы бойынша, немесе ол банктың өзі қаржыландырып отырған жобасы болса. Демек, баспана хит ипотекалық бағдарламасына қатысатын банк салынып жатқан тұрғын үйді өзі кредитін беріп қаржыландырып жатқан болса, онда оны баспана хит ипотекалық бағдарламасы бойынша алуға болады. Демек, екі жолы бар. Жалпы бізге неге үлескерлік құрылыс салынып жатқан үйлерге деген сұраныс өте жоғары? Оның екі себебі бар. Біріншісі, құрылыс компаниялары әдеттегідей үйдің құрылысы басталып жатқанда оны сата бастайды. Дайын үй бітіп, дайын болып қалғанда, оның ішіндегі өте азғантай пәтерлер ғана сатылымда қалады. Қалған бәрі сатылып кетеді. Екіншісі, шамамен
20-30 пайыздай нарықтан арзан болады. Дайын үйге қарағанда салынып жатқан үйдің құрылысы арзан. Өйткені ол әлі салынып біткен жоқ, сондықтан тәуекелдер бар, сондықтан оның бағасы арзан болады. Салынып біткеннен кейін ол міндетті түрде нарықтың заңына сай қымбаттап кетеді. Сондықтан азаматтар арзан кезінде алып алуға тырысады, және мен азаматтарды толық түсінемін. Қазір енді арзан кезінде ипотекаға алып алу мүмкіндігі бар. Тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры Бәйтерек Девелопмент және Қазақстан ипотекалық компаниясы бар. Сіздер өздеріңіз жақында білесіздер. Мемлекеттің арнайы шешім бойынша үлкен бірыңғай тұрғын үй құрылысы операторы болып бірікпек. Демек, біз қазір айтып отқан тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қорының аты өзгеріп кетуі мүмкін. Қазір уақытта оның қалай өзгеретін жөнінде нақты ақпарат жоқ, бірақ бір тұрғын үй корпорациясы болады деген үлкен бір ресми ақпараттар бар. Сондықтан қазір айтып отқан кепілдендіру қоры кейін басқа компания болса, бәрібір өз функциясын, кепілдендіру жөніндегі функциясын сақтап қалатын болады. Баспана хит ипотекалық бағдарламасы аясында салынып жатқан үйді сатып алғаннан кейін ипотекалық төлемді қалай төлейміз деген сұрақтар өте көп туындайды. Жаңағы бірден төлей береміз бе, үйдің құрылысы салынып жатыр, біз әлі ипотеканы төлеп бастаймыз ба, немесе біз күтеміз, ипотеканы рәсімдеп қоямыз да, тұрғын үй құрылысы салынып біткеннен кейін барып ипотеканы төлейміз бе деген сұрақтар келіп түсті. Бұл сұрақтарға жауап ретінде айтарым, сіз үлескерлік құрылысты банкте барып рәсімдегенде, сіз бірден қарыз алу шартына қол қоясыз. Қарыз алу, банкпен қарыз алу шартына қол қойған кезден бастап, сол күнде бастап, график бойынша сіз ипотекалық несиеңізді өтеу уақыты жүре бастайды. Демек, құрылыс жүріп жатқанда сіз де өтей бересіз. Оған дайын болыңыздар, бірінші. Екінші, ол банктың жаңағы қарыз беру шартында көрсетілген, сондықтан шартқа қол қойғаннан кейін бірден сіздің өтеміз жүре береді. Ешқандай жаңағы тұрғын үй құрылысының аяқталуын күту деген жоқ. Тұрғын үй құрылысының аяқталуына тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры немесе соны жобаны қаржыландырып отқан банктің өзі кепіл береді. Сондықтан бұл жақта азаматтар барлық жаңағы бұған дейін болған алаяқтық әрекеттерден түгел қорғалған. Сондықтан баспана хит ипотекалысының аясында несиеге берілетін үлескерлік құрылысқа ешқандай былайға айтқанда күмән болмау керек. Өйткені бұл мемлекет тарапынан кепілдендіріп отқан заттар. Енді үлескерлік құрылысқа қатысып жатырмыз. Ол былайша айтқанда дайын үй емес, оның құжаттары дайын емес. Сондықтан біз құрылыс салушы компаниямен арадағы мәмілені қалай реттейміз? Өздеріңіз жақсы білесіздер, немесе мен айта кетейін, бізде үлескерлік құрылыс туралы арнайы Қазақстан Республикасының заңы бар. Заңда барлық жауапкершіліктер, азаматтар алдындағы құрылыс компаниясының жауапкершілігі аса айрықша мән беріп көрсетілген. Оның үлкен бір ішіндегі бабы ол үлескерлік құрылыс жөніндегі келісім шарттың жасалуы. Мемлекет бекіткен үлескерлік құрылыс жөніндегі мәміленің келісім шарттың арнайы бір өзінің шаблон несі бар. Сол арқылы дәл сол үлгіде осы келісім шарт сізбен құрылыс компаниясы арасында жасалу керек. Одан кейін ол жергілікті әкімдікке барып тіркеледі. Сонымен қарай әділет органдарына тіркеледі. Өзінің бірегей нөмірі болады келісім шарттың. Сол бірегей нөмірі берілгеннен кейін сіз реестрде тұрғаныңызды білесіз. Әкімдікте сіздің келісім шартыңызды тұрғаныңызды білесіз. Сіздің жаңағы осы салынып жатқан пәтеріңіздің мемлекет тарапынан осы бірегей нөмір арқылы кепілдендіріп отырғанын аңғаруға болады. Сондықтан егер сіз құрылыс компаниясымен үлескерлік құрылыс жөніндегі келісімге отырып жатсаңыз, ол келісім заң аясында көрсетілген келісім болу керек. Ол әкімдікте тіркелу керек, сізге бірегей нөмірі берілу керек. Осы үш нәрсені талап етуді сұраймын. Бұл сол кезде ғана бүкіл заңның былайша айтқанда нормалары, баптары сақталды деген сөз. Енді менің ойымша үлескерлік құрылыстың баспана хит ипотекалық бағдарламасына кіруі ипотекаға жақсы серпін береді. Құрылыс саласына үлкен бір былайша айтқанда активность дейміз, белсенділік алып келеді. Құрылыс компаниялары үйдің аяқталуын күтпей-ақ сата бастауы олардың өздерін жаңағы құрылыс жобаларын қаржыландыруға деген әлеуеттерін арттырады.
Сонымен бірге азаматтарға нарықтан гөрі кішкене 20-30% болса да арзан бағамен өздерінің қалаған пәтерлерін сатып алуға мүмкіндік береді. Бұл өте үлкен жаңалық. Сұрақтарыңыз бар болса астына комментарийға қойыңыздар, оған біз жауап береміз. Баспана хит ипотекалық бағдарламасының арнайы сайты бар, www.baspanahit.kz деген. Сол сайтыда қарап отырыңыздар. Біздің жаңалықтарымыздан қапы қалмаңыздар. Біз жақында қандай банктер бере бастады, қай банкқа үлескерлік құрылыс бойынша, жаңағы пәтер алу бойынша хабарласуға болатындығын бәрін айтып отырамыз. Жаңалықтан сіздерді құр қалдырмайтын боламыз. Ал осымен біздің бүгінгі видео шолуымыз аяқталды десе болады. Бізден қапы қалмай, көз жазып қалмай, қарап отырыңыздар. Қашанда бізбен бірге болыңыздар. Рахмет.